Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Камераңыз сөніп тұр ғой сіздің. Камерамды. Камераларыңызды қоссаңыздар, әріптестер. Жаңыл мұғалім, дайынсыз ба? Иә, дайынмын. Ал саламатсыз ба, құрметті әріптестер? Тағы да біздің кезекті тәжірибе тарату бойынша алдарыңызда бастауыш сынып мұғалімі Жаңыл Құмарбекқызы. Ол кісінің авторлық бағдарламасының тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының айтылым дағдысын дамыту. Әріптес, сөз кезегі сізде. Мен слайдын көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр, аха. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Шахтинск қаласы білім бөлімінің Сәкен Сейфуллин атындағы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Машагин Жаңыл Құмарбекқызы боламын. Мен бүгін сіздерге бастауыш сынып оқушыларының айтылым дағдысын дамыту атты бағдарламамен таныстырғалы отырмын. Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты тек білімді оқушы қалыптастыру емес, өз ойын еркін жеткізе алатын, пікірін дәлелдей білетін, қарым-қатынас мәдениеті қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. Осы орайда бастауыш сыныптан бастап оқушылардың айтылым дағдысын дамытуға ерекше маңызға ие. Өйткені бастауыш кезең баланың тілдік қоры қалыптасатын, сөйлеу мәдениеті дамитын негізгі кезең. Егер осы уақытта оқушының сөйлеу дағдысына жүйелі түрде көңіл бөлінбесе, ол келешекте ойын анық жеткізе алатын белсенді тұлға болып қалыптасады. Осы қажеттілікті ескере отырып, өз тәжірибемде бастауыш сынып оқушыларының айтылым дағдысын дамыту атты авторлық бағдарламаны құрастырдым. Бағдарламамның басты мақсаты бастауыш сынып оқушыларының әдебиеттік оқу сабағындағы айтылым дағдысын дамыту. Осы бағдарлама міндеттері өз ойын бір-екі сөйлеммен жеткізуге машықтандыру, мәнерлеп оққаннан кейін мазмұнын жеңілдетіп айтуға баулу, оқиғаны аудио сұхбат немесе қызықты репортаж түрінде баяндауға баулу, шығармашылық әңгімелеу қабілетін арттыру, мәтінді айта отырып, оның мазмұнын қағазға немесе планшетке қарапайым символдармен, сызбалармен бейнелеу. Әдеби шығарманың мазмұнын сақтай отырып, оны жаңа жанрға, мысалы комик сценарийі, жаңалықтар топтамасы немесе әлеуметтік желідегі посттар тізбегіне айналдыруға үйрету. Топ алдында еркін сөйлеуге дағдыландыру. Кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға беріп, өз көзқарасын айтуға үйрету. Енді осы бағдарламаның жалпы екі жаңалық тұрғыда педагогикалық жаңалығы және психологиялық жаңалығына тоқтала кетсем, педагогикалық жаңалығы бастауыш сынып оқушыларының әдебиеттік оқу сабағындағы айтылым дағдысын дамытуда коммуникативтік және ойын технологияларын әдістерін кіріктіре қолдану арқылы оқушылардың сөйлеу белсенділігі мен шығармашылық қабілеттерін дамыту. Ал психологиялық жаңалығы бастауыш сынып оқушысының жас ерекшелігіне сай сенімді сөйлеуін, эмоциялық жайлылығын және коммуникативтік батылдығын дамыту. Осы бағдарламаның өзектілігі аталған тақырып әлемдік білім беру үдерісінде 20 ғасырдың екінші жартысынан бастап, яғни коммуникативтік әдістеменің қалыптасу кезеңінен бастап өзекті. Отандық білім беру жаңартылған мазмұны мен үштілдік саясат аясында да бұл үнемі негізгі басымды бір керекті өзектіліктердің бірі болып саналып жатыр. Себебі қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, балалар еркін сөйлеуге, өз ойын жеткізуге қатты қиналады. Сол себепті де осы бір бағдарламаны жазуды, қолға алуды жөнге алдым. Енді осы бағдарламамнан күтілетін нәтижем өз ойын бір-екі сөйлеммен еркін жеткізуге машықтанады, мәнерлеп оққаннан кейін мазмұнын жеңілдетіп айта алады, оқиғаны аудио сұхбат немесе қызықты репортаж түрінде баяндайды, шығармашылық әңгімелеу қабілетін арттырады,
мәтінді айтып отырып, оны мазмұнын қағазға немесе планшетке қарапайым символдармен, сызбалармен бейнелейді. Әдеби шығарманы мазмұнын сақтай отырып, оны жаңа жаңарға, мысалы комик сценарий, жаңалықтар топтамасы, әлеуметтік желідегі посттар тізбегіне айналдыруға үйренеді. Топ алдында еркін сөйлеуге дағдыланады. Кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға беріп, өз көзқарасын айтуға үйренеді. Бағдарламаның жалпы өзіндік ерекшелігіне тоқталатын болсам, бұл бағдарламаның басты ерекшелігі теориядан гөрі практикаға басымдық беру. Яғни сабақ барысында балалар сөйлейді, талдайды, пікір айтады, рөлге енеді, өз ойын құрастырады. Бағдарламада шығармашылық тапсырмалар, жағдаяттық сұрақтар, өмірмен байланысты тапсырмалар көбірек қамтылған. Мысалға дүкенде, дәрігерде, қонақта, мектепте деген сияқты тақырыптар аясында балалармен сөйлеу дағдыларын меңгертуге көбірек тапсырмалар беріледі. Осы бағдарламада сонымен қатар суретпен жұмыс, бейне материалдармен, аудио тыңдалымдармен, QR тапсырмалар қолдану арқылы көптеген оқушыларға қызығушылықтарын арттыратын, сөйлеу дағдыларын арттыруға көптеген тапсырмалар беріледі. Сонымен қатар осы қазір сіздерге жалпы осы бағдарламамның толық құрылымымен көрсетіп сіздерге таныстырып кетсем, ол үшін сіздерге бағдарламамды қазір ашайын. Так. Мынау сіздердің алдарыңызда көрініп тұрған менің бағдарламам. Бұл жерде бағдарлама байқап тұрсаңыздар, жаңағы мен айтып кеткен түсінік, мақсат, жаңалықтардың барлығы осы жерде көрсетілген. Одан кейін бағдарламам тұрақталу бөлімінен, нормативтік бөлімдерден тұрады. Тұрақталу бөлімі дегеніміз, яғни бұл жерде 34 сағатқа берілген, аптасына 1 сағаттан қарастырылған теориялық сабақтар мен тәжірибелік сабақтар араластырып берілген. Енді бұның басында әрине тақырыптар жеңілдетілген түрде А деңгейдегі тақырыптармен, тапсырмалармен қамтылса, ары қарай В және С деңгейіне дейін көтерілетін. Көріп тұрғандарыңыздай, мысалға жылдам ой, қысқа жауап. Бұл жерде балалар сұрақтарға жауап беру, қарапайым сұрақтарға жауап беру, өз ойларын айту деген сияқты тапсырмалар орындайды. Одан кейін барып тапсырмалар сәл күрделендіріледі. Ол жерде балалар әңгімеге өз ойларын айта бастайды. Сол оққан әңгімедегі кейіпкерлерге мінездеме бере бастайды. Балалар жеңілден жайлап күрделіге ауыса бастайды. Және С деңгейіне өткен кезде бұл жерде балалар уже еркін, өз ойын жеткізе алатын оқушылар болып жатқандықтан, бұл жерде оқушылар өздерінің қиялынан туған ертегілерін жасайды. Сонымен топ алдында жобаларын құрастыратын болады. Ары қарай тұрақталу бөліміне нормативті бөлім. Бұл нормативті бөлімде жаңағы тақырыптарға байланысты қанша теорияға, қанша практикаға сағаттар берілген туралы нақты ақпараттар берілген. Содан кейін бағдарламам келесі бізде ақпараттық әдістемелік бөлім. Бұл жерде ақпараттық әдістемелік бөлімде қанша сағатқа нақты бөлінген және қай тақырыптарға. Мысалға бірінші бөлім айтылымға алғашқы қадамдар. Одан кейін ойымды жүйелеймін, шығармашылығымды көрсетемін, көпшілік алдында сөйлей мәдениеті деген 4 бөлімге бөлініп, әр бөлімге сағаттармен жеке-жеке қарастырылған. Және бұл ақпараттық әдістемелік бөлімде осы біздің тақырыптарға байланысты нақты қандай технологияларды пайдалану керек, қай технологияның әдіс тәсілдерін қолдану керек екендігі нақты өздеріңіз қарап отырсаңыздар, нақты көрсетілген. Келесі бағдарлама мұғалімге арналған арнайы ұсыным бар. Бұл ұсынымда қолданылған әдіс тәсілдер, нақты әдіс тәсілдердің атаулары және оны қалай қолдану керек екендігі жазылған. Келесі бағалау критериясы, әрине біз бұл сабақтарды бағаланбайды дейміз, бірақ та біз балдық жүйемен бағаламасақ та арнайы әдіс тәсілдермен әрбір балаға кері байланыс беру үшін бағалап отыру қажетпіз. Бұл жерде кластер әдістері, фишбаун әдісі, аквариум әдістері деген сияқты әдіс тәсілдерді көбірек қолдандым.
Сонымен қатар қорытындым бар және пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Одан ары қарай бағанағы тұрақталу бөлімінде көрсетіліп кеткен 34 сағатқа 34 қысқа мерзімді жоспар жазылған. Бұл қысқа мерзімді жоспарда әрбір тақырыпта сабақты қалай бастау керек, қалай ортасында қандай тапсырмалар берілу керек, толық қамтылған. Бұл жалпы мен өзімдік бағдарлама сіздерге қысқаша шолу жасап кеткендігім. Ары қарай тоқталатын болсам, жаңа сіздерге айтып кеттім, әртүрлі технологиялар, әдіс тәсілдер көрсетілгенде, осы мен өзімнің авторлық бағдарламамда ақпараттық коммуникативтік технологияның әдіс тәсілдерін, ойын технологиясы, сын тұрғысынан ойлау, дамыта оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, диалог құру технологиясының әдіс тәсілдерін көбірек қолданып, балаларды қызықтыруға назар аудардым десем де болады. Енді осы авторлық бағдарламада жаңағы айтып кеткен технологиялардың нақты қандай әдіс тәсілдері көбірек менде қолданылған. Бұл жерде тек мен бірен саранын ғана сіздерге көрсетіп кеттім, бірақ негізі бұдан да көптеген балаларды қызықтыру үшін көбірек әдіс тәсілдер пайдаланылды. Мысалға комикс әдісі, рөлдік ойын әдісі, сурет бойынша әңгімелеу әдісі, ыстық орындық әдісі, микрофон әдісі, диалог құрастыру әдісі, ойлан жұптас бөліс әдісі, драмаландыру әдісі, инсерт әдісі, кубизм әдісі, рафт әдісі, синквейн әдісі, фишбаун әдісі, QR сұхбат әдісі, Блум-Тимоттағы әдісі сынды әдіс тәсілдерді қолданған болатынмын. Енді осы бағдарлама барысында сабақта рөлдік ойындарға көбірек назар аударылды. Сонымен қатар рөлдік ойындарда мысалға балаларға белгілі бір кейіпкерлердің рөліне еніп сөйлейді. Мысалға бұл жерде сатып алушы мен сатушы болатын болса, сол сабақ барысында бір оқушы сатушы болып, бір оқушы сатып алушы болып сөйлеу дағдысын қалыптастыру мақсатында осы рөлдік ойын көбірек балаларға ойнатылып кетсе де болады. Ары қарай мына жерде көрсетіліп кеткен мысалы ойлан жұптас бөліс әдісі сабақ барысында оқушы алдымен ойланады, одан кейін жұппен талқылайды, сосын соңында сынып алдында сөйлейді. Бұл әдіс сыныбымызда көп сөйлемейтін, тұйық, балаларға өте жақсы бір әдістердің бірі десек болады. Өйткені жанындағы жұбымен ғана сөйлесіп отыратын балалар бар, көпшілік алдына шығуға ұялатын балалар бар. Сол кезде осы әдіс жанындағы досымен бірге ғана жүзеге асады. Сол кезде балаларға ол бала өз ойын айтуға, еркін жеткізуге тырысады. Бұл әдістің осы жердегі бір пайдасы өте зор десек те болады. Келесі суретпен жұмыс. Әрине біз қазір балаларды сөйлетуге қатты қиналамыз. Өйткені балалар өз ойын айтуға өте қатты қиналады. Осы суретпен жұмыс кезінде балалар суретке қарап, сол суреттегі оқиғаны айтуға тырысады, кейіпкерлерді сипаттауға тырысады. Өйткені олардың көз алдарында сол суретті көріп тұрады ғой. Сондықтан олар өз ойларын еркін жеткізуге, ол суретте қандай оқиға болып жатқанын баяндауға суреттің де бір ерекше балаларға әсері өте жоғары. Сосын сол суреттегі кейіпкерлерді сипаттауға, суретке қарап отырып қандай да бір оқиға ойлап табуға өте бір тиімді әдістердің бірі десем де болады. Келесі бір әдіс ол диалог. Осы балалар арасында осы тапсырмаларды көбірек орындатамын мен. Диалог құрастыру. Яғни оқушылар бір-бірімен сөйлеседі. Сұрақ қоямыз, немесе сол сұраққа жауап аламыз, немесе оқушы өз ойын айтады, екінші оқушы соның ойына пікір білдіреді. Бұның барлығы оқушылардың ойлау, өз ойын еркін жеткізуге тиімді пайдасын тигізетін әдістердің бірі. Енді осы бір бағдарламада көбінде шығармашылық тапсырмаларға қатты басым назар аудардым десем болады. Себебі шығармашылық тапсырмалар балалардың тереңнен ойлануына, тереңнен жауап беруіне септігін тигізеді. Мысалға, егер мен дәрігер болсам деген бір ой тастаймын,
сол кезде балалар өзінің болашақта дәрігер болғанда не істейтінін, қандай болатынын, дәрігер болса қандай дәрігер бола алатындығы туралы өз ойларын жеткізетін болады. Бұндай тапсырмалар балалардың қиялын, сөйлеу белсенділігін дамытады. Өйткені біздің қазіргі балалар қиялға өте бейім. Ал осындай тапсырмалар беретін болсақ, балалар өздерінің қиялдарына беріліп, өте ұтымды балалардан жауап ала аласыздар. Келесі, мынау менің өзі сабақ барысындағы практикалық жұмыс барысым, балалармен жұмыс жасаған, өзімнің қолданған, жаңағы сіздерге айтып кеткен әдіс тәсілдерімнің сурет барысы десем болады. Енді сіздерге бағана айтып кеттім, мен өзім сабақ барысында қолданған әдіс тәсілдерін деп, соның бірен саранымен осы жерде сіздерге көрсетіп кетейін. Мынау комикс әдісі балалардың сөйлеуіне, мынау үлкен мәтіндерді балалар түсінуге қатты көмектеседі десек болады. Себебі қазір білесіздер, жиын дамыған заманы, сол себепті балаларды сол жасанды интеллектке қызықтыра отырып, осы тапсырмаларды балаларға көрсетуге болады. Яғни мына жерде балалар ақылды аспаз деген ертегіні орындап отыр. Оны біз қалай орындадық? Ақылды аспаз ертегісі. Оны біз сіздер не істейсіздер? Бірінші сол ақылды аспаз ертегісін Джемини деген бар, білесіздер, иә, қазір жасанды интеллект. Соған саласыздар, соған тапсырма ретінде жазасыздар. Яғни маған осыны суреттерге бөліп бер десеңіз, ол сол сіздің мәтініңізді осындай бір қызықты суреттерге бөліп береді. Сосын осы суреттерді бөліктерге қиып, одан кейін ертегінің құрылымын сіз өзіңіз жоспар сияқты сөйлеммен бөліп аласыз. Бала осы жердегі сөйлемдерді, берілген ақпараттарды оқу арқылы мына жердегі суретке сәйкестендіреді. Сонда бала бірінші мысалға сіз өзіңіз мәтінді оқып берсеңіз болады, оқып беріп отырып осы суреттің реттілігімен мазмұндатсаңыз болады. Немесе осындай тапсырма бере отырып балаларға өздеріне іздену тапсырмасын берсеңіз болады. Немесе бұл жерде балаларға сұрақ қою арқылы, мына суретте қандай оқиға болды деп ойлайсың, мынау ары қарай қалай жалғасуы мүмкін деп ойлайсың деген ойландыратын сұрақтар қою арқылы осы тапсырманы ары қарай балалар қызыға орындайды. Балалар мынандай тапсырмаларды беріп көрсеңіздер өте қызығады, және сөйлемейтін балалардың өзі өз ойын еркін жеткізіп, қысқа жауаппен қайтарып, сосын ең сонда осы тапсырманың бәрін орындап біткеннен кейін сол баладан осы оқиғаның мазмұнын сұрасаңыз, сізге қысқаша түрде бала осы әңгіменің мазмұнын айтып бере алады. Келесі мына тапсырма. Мен өз оқушыларыма көбінде берем. Біз мынау тақпақ жаттау кезінде, өлең шумақтарды жаттау кезінде, сосын мәтіндерді, қысқа мәтіндерді оқу кезінде, мазмұн айту кезде қатты қиналамыз. Бұл суретпен бала сөйлейді. Мысалы, бояуы мол табиғат. Бояудың суреті тұрады, мол шексіздіктің суреті және табиғат. Бала осы суреттерге қарап отырып, мына өлең сурет арқылы оқиды. Мына сіздерге түсінікті болу үшін төбесіне мен қандай өлең шумақтар екен жазып қойдым. Мысалға, сіз айтып отырасыз, өлең шумақтары болсын, әңгіме болсын, бала соған елестетіп отырып, өзінің білетін фантазиясымен суреттерді салады. И сол суреттерді оқиды. Сосын көз алдына елестету арқылы осы суреттердің мазмұнын айтып беретін болады. Бұл балалар бұны тез жаттап алады. Суретке келген кезде бала өзі салады, өзі бояйды, ол суреттің мағынасы не туралы екенін өзі біледі. Сонда бояуы мол табиғат, бар өнерін төккен кеп, көрген көзге ақиқат, көкпенбек ау көкпенбек деп бала осы өлеңді жаттап алатын болады. Әңгімеде де дәл солай сурет арқылы беріп, баланы өзіне салдырту керек суретті. Сіз тек қана бағыт-бағдар беріп айтып отырсаңыз, бала сол әңгімеге өзінің көз алдына елестету арқылы суретін салатын болады. Және бала ең соңында бір жүйелі бір әңгіме айта алады. Келесі бір балаларға өзі мынау айтылым дағдысын балаларын дамыту кезде түрлі әдіс тәсілдер пайдалану керек. Балаларға жай ғана мәтінді оқы, мазмұнын айтып бер десеңіз, балалар айтпайды және сөйлемейді. Бала өзінің еркін сөйлеп, еркін дамыту үшін түрлі әдіс тәсілдер балаларға беру керек, қызықтыру керек. Келесі мына сіздерге ұсынып отқаным, мөлдір емес сызғышпен
оқы, яғни мөлдір емес сызғышты мына мәтін үстіне қойып қояды. Бала сол бір сызғышты қою арқылы балаға ол кәдімгідей әсер етіп, бала өз ойын, өз қорытындысын айта бастайтын болады. Сосын сонына қарай соны оқып отырып, ең сонда балалар сұрақтарға жауап береді, немесе бір-біріне сұрақ қояды. Осы мәтіннен сұрақ құрастыра бастайды. Бұл уже үшінші кезеңінде балалар осындай бір мәтіндермен еркін түрде жұмыс жасай алатын болады. Осы бағдарлама барысында енді бұл бір жылдан бері мен өзімнің оқушыларыммен жүзеге асырып жүрген бағдарламалардың бірі, балаларға өте жақсы ұнайды. Сабақ барысында осыларды үнемі қолданамыз, балалармен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде мен сіздерге енді бірнешеуін ғана көрсеттім десем болады. Осы бағдарламаның нәтижесінде мынау салыстырмалы екі фотоны қойып қойдым сіздердің алдарыңызға. Мынау былтырғы жылғы біздің өз мектебіміз жылда абай оқуларын ұйымдастырып отырады балалар оқушылар, бастауыш сынып оқушылар арасында мектебіміз мектепшілік кезең. Сол кезде былтырғы жылы менде өздеріңіз суретте көріп тұрғандарыңыздай, былтырғы жылы менде 5 оқушы жүлделі орынға ие болған, ал биылғы жылы қарасаңыздар едәуір өскен. Осы енді өзім осы бағдарламаның нәтижесінің арқасында деп білем. Балалар қазір өз ойларын айта алады, сөйлей алады, суретпен жұмыс тапсырма орындау кезінде қиналмайды. Сол суреттерге қатты суреттерге қатты қызығады, сондай тапсырмалар орындауға тырысады. Міне бұл осы бағдарламаның нәтижесі деп білем. Сонымен қатар бұл бағдарламада сіздерге бір ұсына кететін ұсынысым, білесіздер, қазір балалар жай ғана ауызбен айта салғанды ұнатпайды, оларға көрсету керек, қолмен ұстату керек. Қазір интерактивті тақта деген заман талабына сай интерактивті тақтамен жұмыс жасаймыз. Сол кезде түрлі платформалар бар, солармен жұмыс жасаса балалар өте қызығады. Балалардың қалай сабаққа өзі қалай қатысып кеткенін біз байқамай қаламыз. Мысалға көбінде мен қолданам WordBell әдіс платформасын қолданам, онда түрлі ойындар бар, түрлі ойындарды ұйымдастыруға болады. Балалар мысалы бір күн оны мен ұйымдастырмасам, балалар кәдімгі сұрап отырады, бүгін осыны орындамаймыз ба деп. Сондықтан сіздерге ұсынатын ұсынысым, біз онлайн формат платформадағы платформаның тапсырмаларын көбірек қолдансақ, балаларға қызықты, ұтымды, тиімдірек болады. Жалпы авторлық бағдарлама заманауи білім беру талаптарына сай, инновациялық тәсілдермен цифрлық мүмкіндіктерге тиімді қолданылған, сабақ барысында жасанды интеллект элементтерін пайдалану оқушының қызығушылығын арттырып, айтылым дағдысын дамытуға жаңа мүмкіндіктер береді. Атап айтқанда, жасанды интеллект негізіндегі аудио сұхбаттар, қысқа репортаж құрастыру, мәтін мазмұнын талдау және идея генерациялау тапсырмалары оқушылардың сөйлеу белсенділігін күшейтеді. Бұл тәсілдер оқушылардың технологияны саналы қолдануына және функционалдық сауаттылығын дамытуға ықпал етеді. Бағдарламаның құрылымы логикалық сабақтастықпен құрылған және теория мен практиканың үйлесімді байланысын қамтамасыз етеді. Сабақ барысында қолданылатын әдістер оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттырып, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға және топ алдында еркін сөйлеуіне жағдай жасайды. Мұғалімға әдістемелік еркіндік берілуі бағдарламаны нақты сынып ерекшелігіне бейімдеп қолдануға мүмкіндік береді. Жалпы қорытындылайтын болсақ, бұл авторлық бағдарлама бастауыш сынып мұғалімдері үшін тәжірибеде қолдануға ыңғайлы деп өзім санаймын. Бұл әдіс тәсілдер балалардың сөйлеуіне, оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамытуға, мәдениетін қалыптастыруға, еркін сөйлеуіне септігін тигізеді. Біз балаларды еркін сөйлеуге, өз ойын еркін жеткізе алуға тәрбиелеу керекпіз. Соның жолында біздер түрлі әдіс тәсілдерді пайдаланып, оқушыны қызықтыра алу қажетпіз. Егер оқушыны қызықтыра алатын болсақ, біз оқушыдан тиімді, нәтижелі жауап ала алатын боламыз. Қысқаша түрде мен авторлық бағдарламам осындай негізде құрылған. Жалпы енді сіздерге сұрақ қойсаңыздар, мен сіздердің сұрақтарыңызға осы бағдарлама аясында жауап берсем, сұрақ-жауап түрде өткізсек.
Маған сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Кері байланыс білдіріп кетсеңіздер маған. Осы бойынша сұрақтарыңыз болса, Қайырлы күн, әріптестер. Жанұлы әріптес, сіздің бағдарламаңызды басынан аяғына дейін тыңдап шыққым. Жүйелі жұмыс жасалған, нәтижесі бар. Еңбегіңіз жемісті болсын. Сіздей жастарымыз көп болсын. рахмет көп-көп. Жақсы, рахмет. Ендеше көп-көп сау болыңыздар.